Тазалық денсаулық кепілі. Бұл дәлелді қажет етпейтін қағида. Өзіміз тұрып жатырған көшеміздің мұнтаздай тазалығы таңертең жұмысқа бара жатырған әр адамға жақсы көңіл күй сыйлайтыны рас. Айналамыздың таптаза болғандығын барлығымыз қалаймыз. Жарқырап тұрған көшелерді көргенде марқаямыз, қуанамыз. Әрине бұл көше тазалығымен айналысатын мекеме жұмысшыларының еңбегі. Тек осы адал еңбекке оң көзімізбен қарап, жарамсыз заттарды тиісті жерге тастасақ, нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Ал шаһарымыздағы қала тазалығымен айналысатын мекемелердің бірі бұл мемлекеттік коммуналдық жол пайдалану кәсіпорны. Оның функциясына қала көшелерінің тазалығымен қоса көше бойындағы ағаштарды бұталау, жиек тастарды жуып, жолдың тазалығын қадағалау кіреді. Ал күн суытып жауын-шашын болғанда кәсіпорын қызметкерлері ең алдымен қаладағы көпірлерді, одан соң Достық, Евразия даңғылдарын тазалаудан бастайды. Бүгінде жол пайдалану кәсіпорында 800-ден астам адам қызмет жасайды. Олардың тең жартысы көше сыпырушылар. Бұрын қала тұрғындары таңертең үй алдындағы айран, сүт сатып жүрген сатушылардың даусынан оянатын болса, соңғы жылдары осы көше тазалайтындардың тасыр-тұсырынан көзін ашатын болды. Ерте тұрған еркектің ырыс артық, ерте тұрған әйелдің бірі артық дегендей түн қараңғысынан тұрып, түртінектеп жүріп тірлігін бастайтын бұл мекеме жұмысшылардың еңбегін жұрт лайықты бағалай бермейді. Жұмысқа таңмен таласып келіп, түн қараңғысымен қайтқанды былай қойғанда, бұл мекеме үшін сенбі, жексенбі, мейрам демалыс деген түсінік атымен жоқ. Бүгінгі таңда өзіңіз білгендей 27 топқа бөлінген біздің қала. Зачаган кентігі дейміз, селекционный, Желаева дейміз. Сосын мына бүткіл қала. Біздің қала деген өзіңіз білесіз, жылма-жыл үлкейіп, өсіп келеді. Мына жақтан білесіз, 6-шы шағын ауданнан кейін 7-ші, 8-ш, 9-ш шағын аудан қосылды. Соның банағы 5-еуі мобильдік топ дейміз. Ол мобильдік топта кісі басы 10-12 адамнан шығады. Мобильдік топ деген сол көмекке келеді, үлкен-үлкен ауданға. Жалпы санын алғанда каждый топта 10-12 адамнан сол. Бізде деген сенбі, жексенбі деген демалыс күні деген тіпті мүлдем жоқ. Таңның атысы, күннің батысы 8 сағатта жұмыс істейміз, таңғы 7-тен шығып істейміз. Кейде 10 сағаттан да істеп жатқан күніміз болады. Адамға өзінің қызыл жилеті, өзіңіз білесіз, байқап жүрсіз көшеде. Қолында несі, сапкой лопаты болады, щеткіміз болады. Сосын осы соңғы кезде шықты, 2 доңғалақты жеңіл телешкі дейміз. Соны мен де сол телешкеге салып, былай алып шығып, тасуға жеңіл болсын деп, сондай да осы соңғы кезде сондай ойлап табылды. Бүткіл жұмысшы халықтың ішінде 15%-дай әйел адам деп айтуға болады. Ол әйел адамда еңбегі өте көп, оны көпшілігі бағаламайды. Таңда жинап кетіп жатсақ, ізінше келатсам, темекінің қалдығы, пачкасын сақ кетеді, шөлмекті сақ кетеді, баклажка, жолдың жиегіне қойып кетеді көпшілігі. Біздің жұмысшылардың күні бойы істеген тірлігін бір адам бір сәтте ғана жоққа шығару мүмкін дейді сала басшылары. Мысалға, Оралдың ең көрікті көшесі Достық, Евразия даңғылдарын таңертең айнада етіп жарқыратып қойсақ, көше тазалығына немқұрайлы қарайтын кейбір адамдар артынша қоқыс тастап, оны көрген қонақтар қала лас екен, көшелерінің тазалығы жоқ деп баға бере салатындығы анық дейді. Бізде 2 кезектен жұмыс жасайды, айтып отқан көше жуатын, сосын МТЗ көше сыпыратын. Таңғы сағат 8-ден кешкі 5-ге дейін істеледі. Екінші кезек кешкі 10-нан таңғы сағат 7-ге дейін. Ол жазғы уақытта. Қысқы уақытта кешкі сағат 8-ден таңғы 7-ге дейін ол 10 сағаттық болады. Жуып келе жатасың мәшинемен көшеде жазда. Келеді мәшинені қойып қояды да қозғалмайды. Су шашып кетсе, айда сосын қуып жетіп, әлде болмаса акиматқа звондаймыз дейді. Или сізге шағымданады, ойбай біздің мәшинеміз үйтіп кетті, бүйтіп кетті. Сондай көпшілік, түсініспеушілік. Сосын біздің еңбегіміз бағаланбайтын сондықтан. Көшені біздің жұмысшымыз келеді тазалап. Ізінше біз келетқанда таптаза сияқты қайтып келатсаң, ол лас. Сосын ойлаймыз, бұл қалай сонда? Біздің жұмысшы көзін жауып өтіп кеткен, сондықтан адамның көпшілігін түсініспеушілігі сода. Біздің еңбекті бағаламайды деген келуі болады. Қаламыздағы мемлекеттік коммуналдық жол пайдалану кәсіпорнында қала тазалығымен айналысатын 27 топ бар. Онда 300-ден астам көше сыпырушы тұрақты қызмет жасайды. Ал мекеме басшыларының айтуынша, көше тазалауға көбінесе мамандығы жоқ, зейнеткерлікке шыққан, осынау ауыр жұмысты істеуге мәжбүр болған жандар келеді. Бірақ бұл жандардың еңбектері бағалауға тұрарлық. Ал көше сыпырушылар ауыр жұмыстарын қала тұрғындарының бағаламайтындығына қапалы.
Айғаным Шахарова 8 жылдан бері осы қызметте көше сыпырушы болып істегендігіне ешқандай арланбайды. Әйтеуір адал еңбегімен күн көрсем болғаны дейді. Күнде тазалап жатсаң да бәрібір өтіп баратады. Лақтырып кетеді қағаз, неге лақтырасың, шемекі неге шағасың, ескертсеңіз айтады. Сіздің жұмысыңыз дейді кейбіреулер. Кейбіреулер кешіріңіз деп кешірім сұрап жатады. Әртүрлі халық деген мінездерде әртүрлі, түсініктерде әртүрлі. Мен қалай деп айтайын, бәріне жаман деп айта алмаймын мен. Қиындығы болады, жаңбырда, қарда, боранда, осы біз сыртта жұмыс жасаймыз ғой, жұмысымыз. Бәріне шыдауымыз керек екен. Жұмысты келгенде біліп, ескертілді ғой бізге деген. Осындай жұмыс қиындығы бар, соған төссеңіз, істейсіңіз деп. Бұрынғыда мен 7 жыл бұрын келгендегідей емес, өзгерілі тазалығы бар. Көркейіп жатқаны көрініп тұр қаланың. Сіз жазып жұмыста еңбегіміз еленбей жатқан жоқ, шүкір еленіп жатыр. Ел қатарлы. Әрбір жұмыстың өзінің қиындығы болады. Мен енді жұмыс керек болғасын, табыс керек болғасын, келгесін-ақ енді қаржыда де жауапкершілікпен жұмыс жасағанды өзім жақсы көрем. Айтады ғой, бір тал жерде жатқан ағашты алып тастасаңыз, соның үлкен сауап болады, өзге адам деген сүрінбей өтіп кетеді деп. Өзінің тиісті қарапайым ғана мысалы, өзінің үйінен шыққан қалдықтар дейміз ғой. Соны деген темір ящиктердің ішіне салып, лақтырып кетпей, айналасына жетіп, кейбірде жетіп лақтырар, кейбірде тазалап жатсаң, төбеңнен де лақтырып жүре береді. Әртүрлі. Сондықтан да ең бірінші тазалықты әрбір қала тұрғынын айтқым келеді, өзімізден бастауымыз керек деп. Өзімізден бастасақ, қаланың тазалығы да сақталады деп ойлаймын. Ал қала тұрғыны Талғат Сүйіншқалиев ағамыздың осы салада жүргеніне 12 жыл болыпты. Былтырғы жылдан бері зейнеткерлікке шыққан ол бұл жұмысын тастағысы жоқ. Мен осы істегеніме осыған 12 жыл болды. 2002-де кіргем, содан бері кәдімгі өзімнің дұрыс мамандығым болып кетті. Мен жақсы көремін. Осыны қазір бір күн үйде жатып қалсаң, соны істегенге тұрады. Бізге аяз, жаңбыр, ыстық, салқын соқпайды. Бізге мына тазалық жүру керек қалайда. Мына тазалық қағаз, топырақ, жапырақ қазір мына көз түсіп жатқан. Біздер бос уақыт жоқ қой. Қазір жұмыс істейтіндер біздің мына қарағанда ойлайды ғой. Кісілер айтады, ой, көп жұмыс жоқ қой ойлайды. Нағыз жұмыста осы ауыр осы. Көзге көрінбейді. Қазір жапырақты сыпырып кетесің, артынан жапырақ толып қалады. Оны қайта тазалау керек. Сонда біздің осы кешкі сағат 6-ға дейін жұмысымыз солмен жүр. Менімше бұрынғыдай емес, қазір халықтардың кішкене мына қазір көбіне жастар ғой, студенттер. Бұрынғы қағазды анда-мында лақтырғанмен қазір кішкене азайып қазір. Азайып бар, өзгеріс бар қазір. Халықтың кішкене тазалыққа ұмтылуы бар. Өйткені мына бізді көреді, киім киген арасында, мысалы енді үлкен кісі сыпырып жатқанда, ол енді бармайтын ба, анаға апарып салады. Мен қазір осы 12 жыл жұмыс істеп жатырмын. Ілкілгенде емес, қазір жастар да кішкене, көкшілер енді өз алдына, жастар кішкене бар, қозғалыс бар. Қала тұрғындарына қаланы таза ұстау үшін әр адам өзінің айналасын, үйінің айналасын, жүріп жатқанда көшеде тазалық сақтау керек. Көше таза болса, ауа да таза болады, ауа таза болса, халықтың да денсаулығы жақсы болады. Көп салалы мемлекеттік коммуналдық жол пайдалану кәсіпорнының құзырында бүгінде 5 қоқыс шығаратын, 35 сыпырғышы және қар тазалайтын күрегі бар үлкен машина, 11 тұз араласқан құм себетін, 3 автогрейдер және басқа да арнайы техникалар бар. Сонымен қатар ынтымақ жарасқан берекелі ұжымда бүгінде 800-ден астам адам еңбек етуде. Оған қоса қоғамдық жұмысқа тартылған 100-ге жуық азаматтар бар. Қазіргі таңда олар күндіз-түні тынбастан қысқа дайындық үстінде. Құрылыс сайманын күрегін сайлап, техникалардың да жай-күйін жіті бақылаудан өткізіп, майлап қойған. Бұл мекеме қызметкерлерінің жыл сайын дағдыға айналған үйреншікті жұмысы. Бізде қазір 100-ден аса техника бар, бірлік дейміз. Соның енді 25-і полимоечный, сосын жаңағы щетка дейміз, комбинированный, тазалайтын щеткалар жерде. Сосын қала берді, былай енді адамдарды таситын жаңағы мобильный бригада дейміз ғой. Оған жаңағы вахтовкілер бар, автобус бар. Сосын мына адамдарды жеңір жаңағы бригадалар таситын УАЗ көліктері. Енді жапырақтың қалдықтары, теректің қалдықтары, құрылыс қалдықтарын жаңағыдай орналастыруда, сонда шынжыр-табан тракторымыз жұмыс жасайды. Енді мына енді қыстан кейін ары қарай паводка келеді ғой. Паводкаға да көптеген әзірлік жұмыстары бар, оны қыс кезінде әзірлейміз ғой. Насостар бар, соратын андизандар бар. Жаңағы бізде деген ассенизаторлар бар, екеуі КАМАЗ, екеуі ЗИЛ.
ол да қазір жұмыс жасап тұр. Енді мына жаңбыр болған күндері көп аласа жерлерде көп жаңағы үйлер болады, сору керек болады, бару керек болады. Сондай жұмыстар жүріп жатыр. Көп салалы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны қаланы сыпырып тазаласа, жылдың басқа маусымдарында да ауқымды жұмыстар атқарады. Осы орайда мекеменің меншігіндегі арнайы техникалардың да техникалық мүмкіндігі кеңінен қарастырылған. Яғни жазда су шашатын арнайы қондырғының орнына қыста қар тазалайтын күректер орнатылады. Сондай-ақ мекемедегі қызметкерлер арнайы көше тазалайтын сыпырғышты цехта станоктар арқылы жасап шығарады. Күндіз-түні 2 ауысымда қызмет жасайтын мұндағы қызметкерлер уақытпен санаспай қаламыздың тазалығына ерекше мән беруде. Мына бұл деген ворс дейді. Щетина дейді. Сол деген ворс бір жұмаға жетеді. Где-то бір жұмадай жүреді. Сосын деген. Бұларды ертеде Москвадан келді. Қазір өзімізде Сергей Тюринде очень слепықты жасайды. Анау жатқан ол кассета дейді. Ол тоже, ол 2 жұмаға жетеді. Мұна деген көшені сыпыратын нағыз деген. Бұлай жақсы сыпырады. Сосын деген не? Сосын тротуар постоянно. Оған кішкентай трактор. Мынау деген ұзын зилда жүреді. А тротуарда кішкентай трактор. Белорустар жүреді. Ода захваттыр, не ғой? А мынау деген көшені сыпыратын. Колоннамен жүретіндер ғой. Күніне қаншасын шығарасың? 4-5 сағат шығарады. Негізі олды біреуі сағаттан кішкене артықтау жасалады. Бұл станок деген где-то 63 жылғы. Бұл станок тек бізде бар и Астанада бар. Басқа облыста жоқ. Мында жасайтын жігіттерді, мына борыш жасайтын жігіттер бүтін облысы бар, сонда айтады. Они удивились, или жау, Астана деген, что қалай мына сізде болған. Вот біздің 2 облыста басқа жерде жоқ. Мында енді мастерскойымыз бар. Қысқа әзірлікке келгенде бізде бүкіл жаңағы единицалардың бәрін енді 35 единицаға күрек әзір тұр. Енді сосын жаңағы бір Кировец тракторы бар, автогрейдер бар, шу. Сосын жаңағы құм базды пескобазы бар. Сондағы енді почти 10 000 тоннадай құм әзірлеп қойдық, дүз араластырып. Соны тиетін 6 енді кішісі бар, үлкені бар, погрузчигіміз бар. Жаңағы ТО-18 дейміз, одан кейін база МТЗ, ПУМ, МКСМ дейміз, кейс деген. Осы 6 погрузчикпен жаңағы күн түні құм тиюге болады. Енді основном аяз бола қалғанда жолдың жаңағы көпірлер ғой, путепроводтар дейміз. Сол жерлерде жаңа біздің мына песочниктер жұмыс жасау керек. Песочник дегеніміз енді бұл құммен аралас дүз реагенттер, жаңа жер тайғанақ болмау керек. Көлікке 2 КАМАЗ, 9 жил әзір тұр. 11 бірлік. Енді мында мастерскойда бізде қазір 12-13 слесаріміз бар, токыр бар, сварщиктер бар, жаңа медник, моторист, бәрі жұмыс жасап жатыр. Енді қысқа жылда енді өткізіп жүр ғой жігіттер, бұрыннан істеп жүрген жігіттер еңбекті білет, бағытын білет қаланың. Ойлаймыз енді, қысты осы әзірлікпен ойдағыдай өткіземіз деп. Ел игілігіне қызмет етіп қаланың келбетін келістіруде бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ұйымшылдықпен жұмыс жасап жатырған кәсіпорын қызметкерлері қала тұрғындарының салдыр салақтығымен өзі тұратын қаланы, ауланы бүлдіріп, жауапкершіліксіз қарайтындарына қатты қынжылады. Тәулік бойы тынбастан тер төгіп, еңбек етіп жатырған кәсіпорын қызметкерлерінің күнделікті тазалау жұмыстарына бұдан басқа да кездесетін кедергілер, проблемалар да жоқ емес. Көшедегі иінтірескен көлік, жол жиектеріндегі тұратын машиналар көше тазалау жұмыстарына кері әсер етуде. Енді қала тазалығында қиындық болғанда біріншіден мына жолдарда жер біздің асфальт емес қой. Көп жерде құрылыс салып атады. Құрылыс салып атады да мына жаңбырға қарамайды, құрылыс иелері жаңағы жерден балшық алып шығып атады. Бүкіл балшық, соның бүкіл қаланың шаңы көтеріледі. Ал енді оған кезінде үлкен жаңағы жол ГАИ қызметкерлердің қарап тоқтатып жүрді. Енді қазіргі кезде олар сол балшық күйінде дөңгелегімен шығып кетеді, қалада шаң көтеріледі. Тоқтағанда сосын қарасаң, действительно тұрған жері, құрылыс жүріп жатқан жері балшық, сонымен мына қалаға алып шығады. Енді түнгі уақытта жұмыстар қиын болады. Сосын мына бізде колонна келеді, тазалап. Сонда жолдың жанында көптеген машиналар тұрады. Көбі таксистер болады. Машинасын қояды да кетіп қалады. Біздің жігіттер енді келген ана жер тазаланбай қалады. Солай қалып қойып жатыр. Енді оны өткенде біз ішкі қызметкер департаментке письмо жаздық. Сол жаңағы көліктерге алу жөнінде, жаңағы таксистер тұрмауы жөнінде. Енді ол үлкен болып, көп болып істейтін жұмыс қой.
Тегінде көп еңбек еткенге бақытта басын иет деген рас. Қала тазалығымен айналысатын мекемелердің жұмысына қалалықтар оң көзмен қараса ғана шаһарымыз одан әрі ажарлана түсері сөзсіз. Қазір бүгінгі таңда біздің Орал қаласында қала тазалығымен айналысатын, дәлірек айтқанда жол шаруашылығы және жол көпір шаруашылығымен бұл кәсіпорын жол көп салалы мемлекеттік жол пайдалану кәсіпорны болып табылады. Қысқаша айтқанда МКД деп бәріне таныс, халыққа таныс аты. Бұл кәсіпорын деген біздің қаланың барлық қалаға кіретін жолдары мен іргелес аумақтарын, көпірлердің тазалығын қадағалап және сол салада қызмет көрсететін жалғыз мекеме болып табылады. Бұл кәсіпорында тағы көгалдандыру бөлімі бар. Бұл енді ат айтқандай көгалдандыру бөлімі өз деген қаланың бүкіл жасыл желектері мен көгалдандыру аумақтарымен айналысады. Көше тазалау оңай, әрине бұл оңай жұмыс емес. Бұл кәсіпорын барынша біз жұмыстарын, бұл мекеме жұмысты орындап 24 сағат бойы жұмыс істеп, күндізгі ауысым, түнгі ауысым бойы 2 мезгіл күніне жұмыс істейді. 24 сағат бойы. Егемен еліміздің қарышты дамуына өзіндік үлесін қосып, күннен күнге гүлдене түскен Оралдың экономикалық жағдайы жыл өткен сайын жаңарып, ай өткен сайын арыланып келеді. Бұл тұрғыда қаланың бұрынғыдан да гөрі көз тарта бастағандығын аңғару қиын емес. Көшелердің жарықтандырылып, аулалардың абаттандырылғандығын және қала тазалығын шаһар тұрғындары да растайды. Республикамызда таза қалалардың бірі деп есептеймін. Оның барлығы да әрине Орал қаласының тұрғындарына бірден бір солардың себебінен тазалық болды деп есептейміз. Барлығында жұмылу қаламы таза ұстауға бәрінде